Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі сабақта натурал сандардың еселіктері мен бөлгіштері, натурал сандардың бөлінгіштігі және қалдықпен бөлуге байланысты есептерді шығарамыз. Енді алдымен натурал санның еселіктеріне тоқталайық. Мысал үшін, натурал 5 санын алайық. Осының еселіктерін табайық. 5-тің бірінші есесі, яғни 5-ті 1-ге көбейтсек 5 шығады. Одан кейін 5-ті 2-ге көбейтеміз, 10 шығады. 3-ке көбейтсек 15, 4-ке көбейтсек 20. Міне осы сандар бізде 5 санның еселіктері болады. Яғни 5 санның еселіктерін қай-қайсысын мына 5-ке бөлетін болсақ, ешқандай қалдық қалмайды. 10-ды да бөлсек болады, 15-ті бөлсек те болады. Енді бөлгіштерге тоқталатын болсақ, мысал ретінде 12 санын алайық. 12 санның бөлгіштері 1 болады. Себебі 12-ні 1-ге бөлуге болады. 2-ке бөлінеді 12. Ол кезде 6 шығады. Одан кейін 3-ке бөлсек болады, 4-ке бөлсек болады, 6-ға бөлсек болады. Одан кейін 12-ке бөлсек болады. Міне, осы сандар бізде 12 санның бөлгіштері болады. Яғни 12 саны қалдықсыз бөлінетін сандарды сол 12 санның бөлгіштері деп атаймыз. Енді натурал сандардың бөлінгіштік белгілеріне тоқталайық. Бірінші, қандай натурал сандар онға қалдықсыз бөлінеді? Соған тоқталатын болсақ, оның өзінің қасиеті бар. Яғни кез келген натурал сан 0 цифрмен аяқталатын болса, ондай сандардың барлығы онға қалдықсыз бөлінеді. Мысал үшін 120 саны онға бөлінеді, соңғы цифры 0. Сол сияқты 270, бұның да соңғы цифры 0, онға бөлінеді. Сол сияқты 300, соңғы цифры 0, сондықтан ол онға бөлінеді. Мысал үшін 714 болсын. Соңғы цифр 0 емес, сондықтан бұл онға бөлінбейді. Келесі екінші. Натурал сандардың 5-ке бөлінгіштік белгісі. Оны да бірден анықтауға болады. Оның соңғы цифры 0 болу керек, немесе 5 болу керек. Мысал үшін 125. 125 5-ке бөлінеді, себебі соңғы цифры 5-ке тең. Сол сияқты 1210. Бұның соңғы цифры 0, сондықтан ол 5-ке бөлінеді. Мысал ретінде 821 болсын. Соңғы цифры 1, сондықтан ол 5-ке бөлінбейді. Келесі үшінші. Натурал сандардың 3-ке және 9-ға бөлінгіштік белгілері. Енді бұл жерде біз соңғы цифрға байланысты болмайды. Бұл жерде біз 125 санын алып көрейік. 125 саны 3-ке бөліне ма? Оны зерттеу үшін біз бетеміз. Бірінші цифрын, одан кейінгі цифрын және соңғы цифрын жазып аламыз. Яғни барлық цифрын қосынды түрінде жазамыз. 7-ге 1-ді қоссақ 8. Енді осы 8-ді 3-ке бөлуге бола ма? 3-ке бөлетін болсақ, қалдық шығып болады. Сондықтан біз айта аламыз бірден 125 саны 3-ке қалдықсыз бөлінбейді деп. Дәл сол сияқты 8-ді 9-ға бөлуге болмайды, қалдық қап кетеді. Сондықтан 125 саны 9-ға қалдықсыз бөлінбейді. Енді тағы бір санды алайық. Мысал ретінде 783 деп алайық. Енді бұл жерде жаңа әдісті қолданамыз. 7-ні жазамыз. Қосылған 8, қосылған 3. Екеуін қосамыз 15. 15-ке 3-ті қоссақ 18. Енді 18 саны 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Сондықтан мына 783 саны 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Енді мына 18 саны 9-ға да бөлінеді. 2 шығады. Сондықтан 783 саны 9-ға қалдықсыз бөлінеді деп бірден айта аламыз. Енді төртінші. Натурал сандардың 4-ке бөлінгіштік белгісі. Яғни қандай натурал сандар 4-ке бөлінеді? Мысал үшін мына жерде тағы 125 алайық. 125 болсын, басқа мысалы 1214 болсын. Солардың ең соңғы тұрған екеуін аламыз. Ең соңында бізде 25 деген сан тұр. Осы 25 саны 4-ке бөліне ма? Соны зерттейміз. Егер 25 ең соңында тұрған осы екеуі 4-ке бөлінетін болса, бөлінеді, бөлінбейтін болса, бөлінбейді деп қорытынды жасауға болады. Мына жерде 25 бөлінбейтіндіктен 125 саны 4-ке қалдықсыз бөлінбейді деп айтуға болады. Мысал үшін 7, 1, 3, 4 болсын. Осындай сан келсін. Ең соңғы екеуін аламыз. 44. 44 4-ке бөлінеді, оны білеміз. Олай болатын болса, 71344 саны 4-ке қалдықсыз бөлінеді деп бірден айтуға болады. Келесі 5-ші. Натурал сандардың 6-ға бөлінгіштігі.
Бұл жерде мына нәрсені түсіну керек. Жалпы 6 дегеніміз ол бізде 2 көбейтілген 3-ке тең. Олай болатын болса, біз натурал сандардың 2-ке бөлінгіштігін және 3-ке бөлінгіштігін қарастырсақ, егер осы 2 шарт бірден орындалатын болса, онда ол натурал сан 6-ға бөлінеді. Қандай сандар 2-ке бөлінеді дейтін болса, ол жұп сандар. Мысал үшін бір санды алсайын. 6, 5, 4 болсын. Соңғы цифр жұп, сондықтан бұл 2-ке бөлінеді. Енді мынау 3-ке бөліне ме, соны тексереміз. Ол үшін жаңа әдіс 6 қосу 5 қосу 4. Мынау бізде 11, 11-ге 4-ті қосатын болсақ 15. 15 3-ке бөлінеді. Олай болатын болса, мынау бізде 654 санының ең соңғы цифры 2-ке бөлінеді. Цифрларының қосындысы 3-ке бөлінеді. Сондықтан 654 саны 6-ға бөлінеді деп бірден қорытынды жасауға болады. Ал егерде шын мәнінде біз осы 654 санын 6-ға бөлетін болсақ, 109 деген сан шығады. Енді 6-шы белгісі бар. Натурал сандардың 12-ге бөлінгіштігі. Енді бұл жерде 12-ге бөлінгіштігін тексеру үшін біз былай істесек болады. 12 санын жазамыз. Ол тең болады 3 көбейтілген 4. Олай болатын болса, натурал қандай да бір сан берілсін, мысал үшін 812 берілсін. Осы сан 12-ге бөліне ма тексеру үшін біз алдымен оның мынау 4-ке бөлінетіндігін тексереміз. Соңғы 2 цифрын аламыз, ол 1 мен 2. Сонда бұл 12-ні береді. 12 4-ке бөлінеді. Енді біз осы 812 3-ке бөліне ма соны тексереміз. Ол үшін 8 қосылған 1 қосылған 2. Мынау 10, 11 шығады. 11 3-ке бөлінбейді. Сондықтан біз 812 саны 12 санына қалдықсыз бөлінбейді деп қорытынды жасасақ болады. Енді осыны 912 деп көрейік. 912-нің мынау соңғы 2 12 болып тұр. 12 4-ке бөлінеді. Одан кейін үшеуін қосамыз. Қосындысы 12 болады. 12 санына 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлінеді. Сондықтан 912 санын 12 санына қалдықсыз бөлінеді деп қорытынды жасауға болады. Енді осыларға байланысты математикалық сауаттылықта кездескен есептерді шығарайық. Бірінші, А және Б бағандарын салыстырыңыз. А бағаны 20 санының бөлгіштерінің саны, Б бағаны 20 санының 130 санынан кіші еселіктерінің саны. Енді мына жерде біз А бағанына тоқталайық. 20 санының бөлгіштерінің саны. 20 саны қандай сандарға бөлінеді? 1-ге бөлінеді, 2-ге, 4-ге, 5-ге, 10-ға және 20-ға бөлінеді. Санаймыз 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни А бағанның мәні 6-ға тең. Енді Б бағанның мәнін табайық. 20 санының 130 санынан кіші еселіктері. 20-ның бірінші есесі 20, екінші есесі 40, үшінші есесі 60, төртіншісі 80, бесіншісі 100, алтыншысы 120, жетіншісі 140 болып кетеді. Бірақ бізде шарт айтады 130-дан кіші болу керек. Сондықтан 140-ты ала алмаймыз. Енді осыларды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл да 6-ға тең. Олай болса, А мен Б-ның мәні бір-біріне тең екен. Сондықтан дұрысы Е нұсқасы. Екінші, төменде қатарлар ішінен мүшелері 3-ке еселі болатын қатарды көрсетіңіз. Яғни 3-ке бөлгенде қалдық шықпайтын сандар табуымыз керек. Ол бізде 9, 9 3-ке бөлінеді, 18-ге бөлінеді, 27-ге, 36, 34-іне қалдықсыз бөлінеді. Сондықтан дұрысы осы болады. Үшінші, 8 санның оң жағынан да сол жағынан да өзінен басқа бір цифрды жаздық. Шыққан сан 6-ға қалдықсыз бөлінеді. Біз қандай цифр жаздық? Енді 8 санын жазамыз. А нұсқасы бойынша сол жағына да оң жағына да 4 қоямыз. Б нұсқасында 2, олай болса 282 болады. С нұсқасында 5, сонда 585. Д нұсқасында 3 тұрғандықтан 383. Е нұсқасында 181 болады. Енді осылардың қайсысы 6-ға қалдықсыз бөлінеді? 6-ға қалдықсыз бөліну үшін ол бізде айтып өттік 2-ге және 3-ге қалдықсыз бөліну керек. Енді 2-ге бөліну үшін бізде жұп болу керек. Мына үшеуі тақ болып тұр, сондықтан мына үшеуі жарамайды, сызып тастасақ болады. Яғни мына соңғы үшеуі. Мына екеуінің біреуі.
Енді бұларды біз 3-ке бөліне ма соған тексереміз. Жұп болғандықтан 2-ке бөлінеді. 4 қосу 8 қосу 4. Мынау бізде 16. 16 3-ке бөлінбейді. Сондықтан бұл жауап боламайды екен. Сонда бізде В нұсқасы болады, оған көз жеткізейік. 2 қосу 8 қосу 2, мынау бізде 12 болады. 12 3-ке бөлінеді. Сондықтан біз 282 санын 6-ға қалдықсыз бөлінеді деп қарастыруға болады. Келесі, 4-ші. Мына 9 таңбалы сан 72-ге бөлінетіндей жұлдызша және решетка символдардың орнына сәйкесінше қойылатын цифрларды табыңыз. Енді мына жерде 78 санына тоқталайық. 72 дегеніміз бізде ол 8 бен 9-дың көбейтіндісі. Яғни біреуі жұп сан болып тұр. Сондықтан бізде мына ең соңғы решетканың орнында міндетті түрде жұп сан болу керек, жұп цифр болу керек. Мына жерде 3 деп қойған, сондықтан бұл жарамайды, мынау да жарамайды. Мына үшеуінің біреуі. Енді 9-ға бөліну үшін біздегі мына цифрлардың қосындысы 9-ға бөліну керек. Біз цифрларды қосып алайық. 1-ге 3-ті қосамыз. 4, мынамен 6, 12, мынамен 21, 22, 27. 27 деген сан шықты. Оған жұлдызша мен решетканың орнындағы сандарды алайық. Мысал үшін 1 мен 8-ді алсақ, оған кеп 9 қосылады, нәтижесі 36. 36 9-ға бөлінеді. Мынау болуы мүмкін. Мынау 7, 7-ге 27-ні қосатын болсақ, 34. 34 9-ға бөлінбейді, сондықтан бұл да жарамайды. 2-ге 7-ні қосамыз 9, дәл мынау сияқты деген, сонда 36 шығады. 36 9-ға бөлінеді, мынау да болуы мүмкін. Осы екеуінің біреуі. Енді біз әдетте шығару барысында осы, яғни жұлдызшаның орнына алып келіп, мына жерге 1-ді қоямыз, решетканың орнына апарып 8-ді қоямыз. Сөйтіп шыққан санды жазбаша түрде жазып бөлеміз. Мына жерде де солай істейміз. Мына жерге алып келіп 7-ні қоямыз, одан кейін мына жерге алып келіп 2-ні қоямыз. Сосын жазбаша бөліп тексереміз. Әрине оны өздеріңде істей аласыңдар, бірақ енді біз жаңағы әдіске өтеміз, яғни бөлінгіштік белгісін қолданып қалай орындауға болады, соны көрсетеміз. Бұл жерде 8-ге тоқталамыз. 8 дегеніміз жалпы 4 көбейту 2. 9-ды өзгенше жазылайық. Міне, мына жерде 4 тұрғандықтан бізде мына санда толықтай 4-ке бөліну керек. Енді алдындағы 4-ке бөлінгіштік белгіні еске түсіреміз. Ол жерде соңғы 2 цифр, яғни мына жерде 58, мына жерде 52 болып тұр. Осы екеуінің қайсысы 4-ке бөлінетін болса, сол бізде дұрыс жауап бола салады. 58 бізде 4-ке бөлінбейді, 52 бөлінеді. Сондықтан біз мынаны дұрыс жауабы деп алассақ болады. 5-ші. X-тен тізбегінде бірінші және екінші мүшелері сәйкесінше 0 мен 3. Ал жалпы мүшесі мына түрде рекурренттік формуламен берілген дейді. X-тен тізбегінің кез келген мүшесі бірден артық қандай натурал санға бүтіндей бөлінетінін табыңыз. Енді оны анықтау үшін біз тізбектің мүшелеріне тоқталуымыз керек. Мына жерде бізде жалпы рекурренттік формуласы берілген. Бізде x1 белгілі, ол 0-ге тең. X-тің екінші мүшесі ол 3-ге тең, ол да белгілі, мына жерде көрсетілген. Енді бізге үшінші мүшесінен бастап табу керек. Үшінші мүшесін табу үшін мына жерде аңғаратын болсақ, n-нің орнында 3 тұр. Олай болса, мына жерге 3 қоямыз. 3-тен 2-ні алсақ 1 шығады. Сонда x1-ден азайту керек, мына жерге 3-ті қойсақ, 3-тен 1-ді аламыз 2. x2-ні азайту керек. Сонда бізде 0 азайту 3 шығады. Сонда жауабы -3 болады. Енді x4-ті табайық. x4 табу үшін мына жерде x2 азайту x3 болады. Формула бойынша солай. Себебі мына жерге 4 қоямыз, 4-тен 2-ні аламыз, мына 2 шығады. Мына жерге 4 қоямыз, 4-тен 1-ді аламыз, сонда 3 шығады. Енді x2-нің мәні бізде белгілі 3 азайтылған. Одан кейін бізде x3-нің мәні белгілі, ол -3 болады. Сонда 3 плюс 3 тең 6 болады. Келесі x-тің 5-ші мүшесі. Ол бізде x-тің 3-ші мүшесі азайтылған x-тің 4-ші мүшесі болады. X-тің 3-ші мүшесі ол бізде -3-ге тең. -3-ті жазамыз. Одан кейін азайтылған 6 болады. Бұл бізде -9-ға тең. Енді тізбек дәл осылай жалғаса береді. Енді мына жерде аңғаратымыз
бізде сұрақ қойылған. Тізбектің кез келген мүшесі бірден артық қандай натурал санға бүтіндей бөлінеді? Мынау бізде 3, -3, 6, 9. Осы сандар мыналардың ішінде қайсысына қалдықсыз бөлінеді дейді. Олар 2-ге бөлінбейді, 5-ге бөлінбейді, 7-ге бөлінбейді. 9-ға мынаусы ғана бөлінеді, қалғандары бөлінбейді. Сондықтан дұрыс жауабы осы 3 болады. Енді қалдықпен бөлуге байланысты есептерді шығарайық. Бірінші, 5-ке бөлгенде 3 қалдық қалатын сандардың жалпы түрін жазыңыз. Енді мына жерде А нұсқасын тексеріп көрейік. Ол үшін біз алдымен n-нің орнына 1-ді қоямыз. Сонда мына жерде 5 көбейту 1 болады. 5 көбейту 1 азайту 3. Нәтиже 2 болады. Енді біз осы 2-ні 5-ке бөлуіміз керек. Сол кезде 3 қалдық шыға ма? Соны тексереміз. Біз 2-ні 5-ке бөлетін болсақ, онда оның бүтіні 0 болады, ал қалдығы 2-ке тең болады. 2 қалдық шығады. Сондықтан бізде бұл жауап жарамайды. Енді бірден дұрысына тоқталайық, ол бізде D нұсқасы. Бұл жерде алдымен n-нің орнына 1-ді қойайық. Сонда 5 көбейту 1 қосу 3 тең 8. Егер де біз осы 8-ді 5-ке бөлетін болсақ, болмаса бүйтіп жазып бөле салайық, 1-ден береміз. 5, 3, яғни 1 бүтін 3 қалдық шығады сонда. Келесі, n-нің орнына 2-ні беріп көреміз. Сонда 5 көбейту 2 қосу 3 тең 13 болады. Енді 13-ті тағы 5-ке бөлеміз. 2-ден береміз, 10 болады, міне 3 қалдық қалады. Яғни n-нің орнына қандай санды қоятын болсақ та, 5-ке бөлген жағдайда мына 3 қалдық қалады. Сондықтан дұрысы осы болады. Екінші, А бүтін санын 7-ге бөлгендегі қалдық 4 болса, онда А квадрат қосылған 2А өрнегін 7-ге бөлгендегі қалдық неше болады? Енді бұны шығару үшін біз алдымен А-ның орнына қандай да бір сәйкес келетін санды таңдап алуымыз керек. Мысал үшін біз 4 санын алсақ болады. Себебі 4 санын 7-ге бөлетін болсақ, онда бізде 0 бүтін шығады да, оның қалдығы 4-ке тең болады. Болмаса сол сияқты 11-де алсақ болады. 11-де 7-ге бөлетін болсақ, 1 бүтін шығады, оның қалдығы 4-ке тең болады. Осы екеуінің кез келген алсақ болады. Енді көбінесе адамдар осы 11-ін таңдап атады. Біз де соны қойып көрейік. А-ның орнына қоятын болсақ, мына жерде 11-дің квадраты болады, мына жерге сәйкес. Одан кейін қосу 2 көбейту 11 болады. Қосу 2 көбейту 11. 11-дің квадраты 121, қосылған 22 болады. Екеуін қосатын болсақ, 143 болады. Енді осы 143-ті бізге 7-ге бөлдейік. 14-тен қайтарамыз. Мына жерде 2-ден береміз. Одан кейін 14 болады, 0 болады. 3 түседі. Бірақ 3 бөлінбейді. Сондықтан мына жерде 20 бүтін 3 қалдық шығады. Олай болатын болса, мына өрнекті біз 7-ге бөлген кезде қалдығы 3 қалдық шығады екен. Үшінші, П және Q сандарын берілген. П санын 7-ге бөлгенде 4 қалдық қалады, ал Q санын 7-ге бөлгенде 3 қалдық қалады дейді. А бағаны П және Q сандарының көбейтіндісін 7-ге бөлгендегі қалдыққа тең екен, ал Б бағаны 5-ке тең екен. Енді біз шартқа сәйкес П және Q сандарынан тауып алайық. Мысал үшін, П саны бізде П саны берілген, П санын 7-ге бөлгенде 4 қалдық шығу керек. Яғни біз 11 санын 7-ге бөлетін болсақ, ona 4 қалдық шығады. П-ның орнына 11-ді таңдадық, енді Q-дің орнына біз 10-ды таңдасақ болады, себебі біз 10-ды 7-ге бөлген кезде мына 3 қалдық шығады. Енді А бағаны бойынша екеуін көбейтеміз, екеуі 110 болады. Сол 110-ды біз енді 7-ге бөлеміз. Мына жерден қайтарамыз, 1-ден береміз, 7 болады, 4, 40. Мына жерде 5-ден береміз, 35. 5 қалдық шығады. Яғни 110-ны 7-ге бөлетін болсақ, 15 бүтін болады, және 5 қалдық қалады. Сонда бізде А бағанның мәні 5-ке тең, Б бағанның мәні 5-ке тең. Олай болатын болса, мәндер өзара тең болады. Төртінші, 2-ке бөлгенде 1 қалдық, 3-ке бөлгенде 2 қалдық, 4-ке бөлгенде 3 қалдық, 5-ке бөлгенде 4 қалдық,
6-ға бөлгенде 5 қалдық қалатын, ал 7-ге қалдықсыз бөлінетін ең кіші натурал санды тап. Енді бірінші шарт айтады бізге 2-ге бөлгенде 1 қалдық қалу керек. Енді бізде мынау 94 деген жұп сан. Жұп сан 2-ге қалдықсыз бөлінеді, қалдық қалмайды. Сондықтан біз в санын сызып тастасақ болады. Келесі, мыналардың қалғанның барлығын 2-ге бөлетін болсақ 1 қалдық қалады. Одан кейін 3-ге бөлгенде 2 қалдық қалатын дейді. Болмаса бізге ыңғайлы болу үшін мынаны істесек болады. 5-ге бөлгенде 4 қалдық дейді. 75-те 5-ге бөлетін болсақ, онда ол бізде 4 қалдықты бермейді, 2 қалдықты береді. Сондықтан бұл да жарамайды. Мына жерде 113-те 5-ге бөлетін болсақ, ол жерде 3 қалдық қалады. Сондықтан бұл да жарамайды. 117-ні 5-ге бөлетін болсақ, онда 4 қалдық қалмайды, ода 2 қалдық қалады. Сондықтан бұл да жарамайды. Сонда бізде Е деген жауабы қалды. Осыны белгілей саламыз. Енді осыны басқаларына өздерің тексеріп көрсеңдер де болады. Яғни 6-ға бөлгенде 5 қалдық қала ма, одан кейін 4-ге бөлгенде 3 қалдық қала ма, соны жазбаша тексеріп көріңдер. 5-ші, біреу базарға қияр алып келді. Ол 10-10-нан санап еді, толық 10-қа 2 қияр жетпей қалды. Ал 12-12-ден санағанда 8 қияр асып қалды. Егер қиярдың саны 300-ден артық, бірақ 400-ден кем болса, онда базарға неше қияр әкелінген? Енді бұл жерден шарттарына тоқталайық. 10-10-нан санап еді дейді, толық 10-қа 2 қияр жетпей қалды дейді. Мыналардың барлығы толық 10-қа байқап отырсақ 2 қиярдан жетпей тұр. Егер екеуден қосатын болсақ, толық 10-ық шығайын деп тұр. Енді екінші шарт айтады. Ал 12-12-ден санағанда 8 қияр асып қалды дейді. Яғни 12-ге бөлетін болсақ, 8 қалдық қалады дейді. Мына жерде 358 алып көрейік. 358 санын 12-ге бөлейік. 35-тен қайтарамыз, 2-ден береміз, 24. Азайтқан кезде мына жерде 1, мына жерде 1 қалады. Енді 8-ден қайтарамыз. Енді қаншадан берсек болады? 10-нан болмайды, сондықтан 9-дан береміз. 9 жердегі 2, 18, 9 ойдағымен 10 шығады. Сонда мына жерде 0, мына жерде 1, 10 қалдық қалды. Бірақ бізде есептің шартында айтып отыр, 8 қияр асып қалды, сондықтан 8 қалдық шығу керек. Қайсынан 8 қалдық шығады? Ол мынау осынан шығады. Көз жеткізіп көрейік. 368 бөлінген 12. 36-тан қайтарамыз. Сол кезде 3-тен береміз. 36 болады. 0. Мына 8 түседі. Ол 8 бөлмейді. Мына жағына 0 түседі. Сонда 30,8 қалдық шығады. 6-шы. 1-ден 2019-ға дейінгі барлық натурал сандардың көбейтіндісін 5-ке бөлгендегі қалдық дейді. Енді бұл жерде жазып шығарсылайық. 1 көбейту 2, көбейту 3, көбейту 4, көбейту 5, көбейту 6. Дәл осылай кетеді. 2019-ға дейін барады. Енді бұларды көбейткен кезде бұлар қандай цифрмен аяқталады? Біз соған мән беруіміз керек. Мысал үшін мына жерде 5 тұр. 5-ке 2-ні көбейтеміз. 2 10 болады. Ал біз 10 санын кез келген натурал санға көбейтетін болсақ, қандай да бір натурал санға көбейтетін болсақ, оның нәтижесінде ең соңғы цифры 0 болады. Міндетті түрде натурал санға көбейтсек. Енді соңғы цифры 0 мен аяқталатын санды біз 5-ке бөлетін болсақ, одан ешқандай қалдық шықпайды. Қалдығы жоқ деген сөз, ол қалдығы 0 деген мағына береді. Сондықтан дұрыс жауабы А болады.